Достар қалайсыздар, бізде бүгін ауыр эфирден кейін чисто мына жігіттерский отырыс болып жатыр. Міне Айбаттың шаңырағына келдік. Елдар, Айбат, Барыс, Бүжай бар, мен бармын бесеуіміз. Мына тамақ ең тәтті тамақ, негізі ер адамдардың істеген тамағы ғой. Ас болсын жігіттер. Ішінде кетіп бар. Барыс ағамыз тобыр екен бұл кісі. Ас болсын ал. Андай дәмді. Қонақта менің үйімде Ринат. Досыма бүгін адуши келіп, өзінің тамағын істеп, дәмін татқызайын деді. Негізі мен Жамал қатыннан қалыспаймын. Эфирде де қалыспайсың Жамал қатыннан. Қалыспаймын мен досым. Барыс бар. Негізі тамақ жасайтын мен. Вай. Турап атқан, дайындап атқан Ол. Ринат. Қой кете құры. Зорлайтын Айбат деп қойсайшы. Ішетін Айбат. Елдар мұнда. Қой ішетін жындымын. Біз алқа шығып көрсетіп. Тамақ ішетін деймін. Ішетін емес, жейтін деп айтады, иә достар. Тамақ ішетін. Бізде де негізі ішетін деп айтады. Тамақ ішетін. Бізде ме? Иә, бізде деп айтады, бірақ жұрттар дұрыс түсінбей қалады. Сол, аман болыңдар. Ясимурмау, жаншылырмау, рахмет. Души. Кет, достар. Кеу. Сен бір 100-ге жетіп алшы. Мыналайлардан 40-қа келеді, істеп отқандардың таңым бар мен. Эй, родной! Родной! Эй, родной! Родной! Ішіне пілеу енді ма? Елдар, родной ішіне пілеу енді. Мына жерге жатып керек точно. Аузынан суарып Башыма аузын суарып қорғаладық, айтпай қойайық. Мен жақта бізде Нұржан бізде эфирде. Тикток па? Жоқ, Инстаграм мен тиктокқа келмеймін, братан. Өзбекстанға сәлем, қызға сәл уақыт керек. Кішкене жұмсақ болыңыз дейді. Неге мен қатты болып көрінген жоқпын ол жерде? Айда мен сізге айтайын ерекшесін көріп, Нұржан жақсырақ дейді. Достар, тағы да бәріңе қайырлы кеш. Біз бүгін Айбаттың шаңырағындамыз. Мынау біздің Айбаттың жататын жері. Прикинь, мынау Елдар жатыр. Мына жерде мен жатам, мына жерде кім бар жатады. Соған төсек салып жатқан ғой Айбат. Сенің бас жағында көрейінші деп төсектері бүйтіп тексеріп келіп, мынаны бүйтіп көтеріп қалсам, мынаның басында жатқан жағынан. Мынау не зат, кім біледі. Өзім алуға ұялып тұрмын, сосын бүйтіп басшаны қайтып жауып тастадым да. Не зат екенін білмеймін достар. Бірақ енді осындай зат шығып тұр бас жағынан. Оған не дейсіңдер енді? Қандай зат екенін.